түнгі намазға тұра алмай жүрмін, түнгі намазға қалай тұрсам болады дейді. Сонда Ибрахим бин Адхамның жауабы: күндіз ешқандай Алла Тағалаға қарсы келетін амалдар жасама дейді. Расында Алла Тағала өз құзырына таза болған пенделерін шақырады. Ол абыройлы мақам, абыройлы орын. Абыройлы орынға Алла Тағала күнәһар пендесін шығармайды дейді. Кей жағдайда таң намазында ұйықтап қаламыз, проблема осында екен да. Күндіз күнәға белшесіне батқаннан кейін түніміз кетіп қалады. Бұл бізге сүннет амал негізі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи парыз етілген. Хузайфа радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи намазын былай деп баяндайды. Бірде пайғамбарымызбен түнгі намазға тұрдым дейді. Пайғамбарымыз Бақара сүресін оқып бастады дейді ғой. Бақара сүресін оқып бастаған. Сөйтіп 100 аяттан кейін рухуққа барады деп ойладым, 100 аяттан өтіп кетті дейді пайғамбарымыз. Сөйтіп ойладым дейді, осы Бақара сүресін 2 рақағат намазбен аяқтайды деп. Ақырында Бақара сүресі бітті дейді ғой. Ниса сүресіне кетті пайғамбарымыз. Осы бітеді, одан кейін пайғамбарымыз рухуқ жасайды екен, Әл-Имран сүресі кетті дейді. Әл-Имран сүресін оқып барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи рукуқ жасады. Рукуқта қиямда қанша тұр, рукуқта сонша тұр дейді. Субхана раббил азим деген сөзді айтып, қиямда қанша тұрған болса, рукуқта сонша тұрды дейді. Сөйтіп сәждеге барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дейді. Субхана раббил а'ла деген сөзді айтты. Қиямда қанша тұрған болса, сәждеде солай тұр дейді. Бірінші сәждеде. Екінші сәждеде солай. Намаз солай біткен да. Ол не үшін білесіз ба? Құранда Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: саған парыз болған түнгі құлшылыққа тұр дейді, өте дейді. Сол кезде барып, аса ан ябғасака раббука мақаман махмуда. Махаман махмуд деген пайғамбарлардың ішінде тек қана пайғамбарымызға ғана берілетін мақтаулы орын бар қияметте. Бәлкім сол кезде сол орынға иелік етесің дейді. Сол орынды сол кезде ұстап қаласың. Ол қандай орын дейсіз ғой? Қандай орын ол? Ол қияметте үмметіне шапағат ету үшін берілген орын екен. Ол орынды алмай пайғамбарымыз үмметіне шапағат ете алмайды екен. Сондағы жаңағы әрекеттің барлығы мен үшін, мына тұрған сіздер үшін ғой. Сонда ұзағынан жасап дұға етуі, аяғы іскенше оқуы, жаңа жылап Құдай үшін, көйлегінің бәрі су болуының барлығы не екен? Келешек үмметі сізбен біз үшін. Ал бірақ біз түннің бір бөлімде тұрып, бір ықылас оқи алмаймыз ғой, бір ықылас. Рас қой. Сондықтан бұндай намаздар, қазір оқып жатқан намаз бұл да түнгі қиям. Ләззатпен тұру керек.